мінекей бізде осы терминалды 4-ші поликлиника, емхана, усолкада тек қана бір-ақ тілде болды, орыс тілінде. Менің неммен, талабыммен екі тілде, масқара. Енді менің талабым болмаса, өздері де енді мал өзінің тілінде мөңірейді, маңырайды. Мыналар енді мал құрлы болмаған сияқты. Өзінің тілі жоқ, ұлты жоқ, бір байғұс бейшаралар, басқа айтарым жоқ. Жарайды, түзеді, иә? Енді мінекей қараңыздар. Қан алу, забор крови, иә? Екі тілде жарайды істеді. В очереди 12 адам. Мінекей қараңыздар, человек, орысша тек қана. Записать и распечатать. Тек қана орысша. Айтып тұр программисттар мынаны жөндемейді деп. Мінекей, жөндей алмайды деп. Мынау терминалдың өзі. Терминал айналайындар қандай начинка кешіңіздер салат. Кім заказ береді, кім нетеді, солай ол тұрады. Мұнаны барлығын ауыстыруға болады. Мінекей қандай масқара болып жатырмыз. Осыны істеп отырған Сейт Қазинов, сосын Отарбеков, мына поликлиниканың басының, мүмкін денсаулық сақтау министрлігі, мүмкін әкімдік, әйтеуір барлығы мінекей осыған кінәлі. Осындай құлдық психологиялық адамдар отыр осында.